Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біздің сабағымыз нақты сандар мен ол сандарды түзуде кескіндеу. Қазір мына тақтаға бірнеше формула жазып қойдым. Мына жердегі x бізде берілген сан. Осы x өрнегін екі жағынан тік сызықпенен белгілеп қойған. Бұл бүтін бөлік және фигурный жақшамен қойған, ол бөлшек бөлік. Бұндағы нәрселер не? Қазір осыны есеп шығару барысымен түсіндіретін боламын. Алдыменен кез келген, мынаны білейікші, кез келген нақты сан міндетті түрде тізбектес екі санның арасында орналасады дейді. Кез келген нақты сан дегеніміз өзіміз өткен сабағымызда тақырыпта айтылды. Мен осы сабаққа енді толығырақ тоқталамын дедім. Әлден былай айтайық. Біз натурал санды n әрпімен белгіледік. Ол бізде бірден басталады, шексіздікке дейін кете береді. Бізде ол санау үшін қолданылады. Екінші, одан кейін z бүтін сандар бізде минус келеді, минус шексіздіктен келеді, минус 6, минус 5 тағы кете береді, осылай 0, сосын 1, 2 деп барлығы біреді. Яғни натурал сандардан сол жағына қарай 0-ден бастап теріс сандарды көрсетеміз. Бұл бізде бүтін сан. Және осы сандардың арасына бізде бөлшек сандар қосып жіберсек, сонда минус 7, минус 6, одан кейін минус 4,5 ондық бөлшек, жай бөлшек кетіп жатыр. Әрі қарай 1, 2 натурал сан кетіп жатыр. Яғни барлығын осы екеуін қосып, және олардың арасына бөлшек сандарды қосып жіберген кезде бізде берілген өрнегіміз рационал сан болып шығады. Рационал, яғни мына үшеуінің барлығын біріктіріп отырып рационал сан деп айтсақ болады екен. Енді осы рационал сандардың ішінде мына үшеуі бізде рационал сан деп аталдық. Үшеуін бірге рационал сан дедік. Демек, ең кіші n болып тұр бізде. n-нан кейін, яғни шеңбермен көрсететін болсақ, мынау кішкене шеңбер n, одан кейін z, одан кейін бізде q болып тұр. Ал мына жерде біз иррационал сандарды айттық өткен. Иррационал деген сандарымыз түбір астынан жаңағы шықпайтын сандар. Түбір астында толық анық шықпайды, яғни шексіз периодты бөлшек түрінде кете береді. Бұл иррационал сан. Енді осы мына бүткіл рационал сандарды және иррационал сандарды қосқан кезде шығатын санның аты нақты сан. Нақты санды біз r атымен белгілейміз. R деген сөз минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін екеуі бір нәрсе. Ендігі сөйлемге назар аударайық. Нақты, кез келген нақты сан тізбектес көрші екі санның арасында жазады дейді. Мысалы айталық 3,2-1 дегеніміз нақты сан. Оның ішінде рационал сан, нақты сан. Ал осы нақты сан қандай тізбектес екі сан дейді? 3,5 деген сөз ғой. Демек, ол сол жағында 3 бар, оң жағында 4 бар. 2 бүтін сан. Осы 2 бүтін санның арасында жатады деген мағына осы. Кез келген екі санның арасында 2 бүтін санның, және тізбектес деген сөзді ұмытпаймыз. Өйткені сол жағында көп қой, 2, 1, 0. Тізбектес бірінен кейін бірі өзіне ең жақын болып тұрған. Көршілес тізбектес 2 бүтін санның арасында орналасады дейді. Қазір мына берілген өрнектерді мен сөзбен емес, есепті көрсету арқылы түсіндірейін. Оқулығымызда В тобындағы 169-шы есеп. 19-дан 21. Төмендегі сандарды бүтін бөлігі және бөлшек бөлігі түрінде, қосындысы түрінде жаз дейді. X тең 19-дан 21. 19-дан 21. Бұл біздегі мына x берілген сан. Мынаған жауап бердік бірінші. Екінші, осы берілген санның бүтін бөлігін тап дейді. X-ті бұлай жазып қойған ғой, бүтін бөлік. Бізде ол деген сөз, мынаны бұлай жазсақ, 19-дан 21 бұрыс бөлшек қой. 1 бүтін 19-дан 2 дегенді білдіреді. Яғни 1 бүтін 19-дан 2-нің қазір бүтін бөлігін жазамыз. Бүтін бөлігі қалай? 1 бүтін 19-дан 2 жаңағы айтқан ереже бойынша тізбектес 2 бүтін санның арасында. Демек 1 бүтін 19-дан 2 сол жағында 1 бүтіннен үлкен, бірақ 2 бүтіннен кіші. Мінекей, біз мына тұрғандағы жазу, мына жазып алдық біздің есебіміз үшін. Енді мына ережені сақтаймыз.
берілген санның, мінекей, x берілген санның бүтін бөлігі деп мынандай тізбектес қылып жазып болғаннан кейін соның сол жағында тұрған санды аламыз. Демек, 1,19-дан 2 санының бүтін бөлігі 1. Біз мына сұраққа жауап бердік, бүтін бөлікті көрсеттік. Енді бөлшек бөлігін көрсетеміз. Бөлшек бөлігі 1,19-дан 2 бүтін. Бөлшек бөлігін жазу үшін мына формулаға жазып қараймыз. X деп отырғанымыз жаңағы мына 1,19-дан 2 немесе мынаның ішіндегі сан. Содан азайтамыз, бүтін бөлікті дейді. Мына 4 бұрышты жақшаның ішіндегі тең сонда қалады 19-дан 2. Бұл біздегі бөлшек бөлігі. Бөлшек бөлікті неке жазып болдық. Ал есепте не сұрап отыр? Берілген өрнектің бөлшек бөлігі мен бүтін бөлігі түрінде қосынды түрде жаз дейді. Демек, 1,19-дан 2 тең 1 плюс 19-дан 2. Бұлай қарағанда көп нәрсе айтып жатыр. Бұл 5-ші класстағы өзімізге таныс нәрсе түрінде жаздық. Енді келесі есеп теріс сан түрінде берілген көрсетейін. Минус 20-дан 81. Минус 20-дан 81 тең минус 4,20-дан 1 деп алайық. Берілген сан. Бұл бізде санымыз x. Яғни x-міз бізде минус 4,20-дан 1. Енді мына түрде жазайық. Минус 4,20-дан 1-ді ортасына жазып, екі жағына теңсіздік қояйық. Минус 4-тің сол жағында бізде қандай сан бар? Минус 5 бар. Оң жағында минус 4 бар. Теріс сандарда білеміз ғой. Модулі үлкен сандар сол жаққа қарай орналасады. Енді тіксілікпенен минус 4,20-дан 1-дің бүтін бөлігін жазамыз. Бүтін бөлік осы теңсіздіктің сол жағындағы сан. Біз бүтін бөлікті болдық. Енді бөлшек бөлігін жазайық. Минус 4,20-дан 1 тең бүтін бөлшек бөлік жазу үшін осы саннан минус 20-дан 4,20-дан 1-ден алуымыз керек минус 5-ті. Сонда ол минус 5 плюс 5 болып қосылып кетеді. Немесе былай айтсақ болады. Мына жақшаның ішіндегі, фигурный жақшаның ішіндегі санның өзін жазып аламыз да, бүтін бөлікке қарама қарсы санды жазамыз десек болады. Сонда плюс 5 минус 4,20-дан 1 әрине оң сан шығады бізде 20-дан 19. Демек, бөлшек бөлігі 20-дан 19, бүтін бөлігі минус 5. Жазамыз енді минус 4,20-дан 1 тең бүтін бөлік бізде минус 5 плюс бөлшек бөлігі 20-дан 19. Берілген санды бөлшек бөлігі және бүтін бөлігі арқылы қосынды түрінде жаздық. Бүгін осы нақты сандардың ішіндегі түбір асты 2, түбір асты 3, түбір асты 4, түбір асты 5, түбір асты 7 осы сандарды сан сәулесінде қалай саламыз? Біз 1-ді, 2-ні, 10-нан 5-ті ондайларды салу білеміз, ал иррационал түрдегі сандарды қалай саламыз түзудің бойына, соны қазір түсіндіріп көрсететін боламын. Алдыменен мынандай түбір асты 2 санын салу үшін мына жерде айталық бізде 0 тұрсын және мынандай бірлік кесінді аламыз. Осы бірлік кесіндінің ұзындығын өлшеп алып, мына жерге салайық. Бірлік кесінді бізде мына жерге тең болды. Мынау бізде 1. Қазір түбір асты 2 санын қай жерде екендігін салу үшін мына кесіндіні ұзындығы 1-ге тең кесіндіге тік бұрышты 3 бұрыш саламыз. Яғни 2 катеті тең болатындай тік бұрышты 3 бұрыш саламыз. Осы 3 бұрыштың гипотенузасы бізде балдар мынау түбір асты 2. Бұл енді дәлелденген теорема 8-ші класста Пифагор теоремасы деген тақырып болады. Сол кезде мынаны мұқият қарап отырамыз. Егер катеттер 1-ге тең болса, онда оның гипотенузасы түбір астында 2-ге тең болады. Біздің мақсатымыз тек соны білу. Қазір мына түбір асты 2 деген санның қайсы екендігін көрсету үшін сызғыштан түбір асты 2-ның ұзындығын өлшеп аламыз. Белгілеп қоямыз өзімізге, соны 0 нүктесінен бастап өлшеп саламыз. Сол кезде түбір асты 2 деген сан мына жерге келді. Мынау сан бізде
түбір асты 2. Мына нүкте бізде түбір асты 2-ні білдіріп тұр. Келесі түбір асты 3-ті салу үшін тағы да тікбұрыш саламыз. Ол тікбұрышымыз былай болу керек, балалар. Мына қабырғасы катет деп аламыз, бір катеті дейміз. Екінші катетке бағанағы ұзындықты бірге тең ұзындықты алып отырамыз. Мына жердегі ұзындық бірге тең. Мына бірге тең ұзындықты аламыз. Содан кейін мына жерде тікбұрышты үшбұрыш шықты ғой. Соның гипотенузасын жүргіземіз. Сол гипотенуза бізде түбір асты 3 болады. Түбір асты 3. Жаңағы ереже бойынша сызғышпенен осы гипотенузаны өлшеп әкеліп, мына жерге 0 нүктесінен бастап өлшеп саламыз. Мінекей, мына жердегі нүкте бізде түбір асты 3 болады. Көріп отырсыңдар ғой, келесі түбір асты 4-ті салу үшін жаңағы ережені жалғастырамыз. Енді келесі үшбұрышымыздың катеті түбір асты 3 болады, бір катеті. Екінші катеті, тікбұрыш жасап отырамыз. Бағанағы бірлік ұзындық қалады. Мына жердегі бірлік ұзындық қалып отырады. Оның гипотенузасын жүргіземіз. Ол бізде түбір асты 4, ал түбір асты 4-тен бізде енді 2 шығады ғой. Неке, мына жер 2. Қарап отырсақ, мына ұзындық пен мына ұзындық тең. Мына жер бізде түбір асты 4 тек. Енді түбір асты 5-ті есептейік. Осы ережені әрі қарай жалғастырамыз. Тағы да бірге тең катеті, бірге тең екінші катеті, тікбұрышты үшбұрыш жасап отырмыз. Барлық жерде де мына бұрыш тікбұрыш жасап отырмыз. Ол гипотенуза бізде болады түбір асты 5-ке. Келесі жаңағы ереже бойынша түбір асты 5-ті өлшеп аламыз. Сөйтіп 0 нүктесінен бастап саламыз. Түбір асты 5. Неке, осындай заңдылықпенен берілген иррационал түбір астынан шықпайтын өрнектерді сан сәулесінде осылай салып көрсетуге болады. Қазір есеп қарастырамыз. Және мынаны айтып өтейін, осы жерде 2 нүкте, мына жерде нүктелер тұр ғой, сол 2 нүктенің ара қашықтығының формуласын берейік. Сол формула бойынша есептер қарастырамыз. Мысалы, А нүктесі және В нүктесі берілсе, олардың ұзындығын табу үшін А-ның координатысын, В-ның координатысын немесе сәйкесінше В-ның координатысын, А-ның координатысын алып тастай беруге болады. Мына жерде былай жазып қойып, x2 минус x1 деп жазайын. Сәйкесінше екеуінің координатысын, бірінің координатысынан бірін алып жазауға болады. Қазір осыған берілген есеп бізде бірде 74-ші есеп. Координаталары түбір асты 2. Енді А нүктесінің координатасы дейік. Және В нүктесі дейік, координатасы минус 3-2. Осы 2 нүктенің ара қашықтығын тауып, және 0,100-100-ге дейінгі дәлдікпен жоқтап есептеңдер дейді. Ал алдыменен калькуляторды пайдаланып, түбір асты 2-де неше шығады? Жоқ мәнмен 1,100-41 шығады. Біз соны есептеп аламыз. Ал 3-2 минусын қояқ, минус 3-2, енді бұны жоқтасақ, бұл периодты ондық бөлшек 0,6 болып кете береді ғой. Сонда 0,167 деп жоқтап аламыз. Қазір осы АВ нүктесінің ара қашықтығын табайық. Тең. Мына екеуінің кез келген біреуін аламыз. Ережені былай үйретейінші, оңай әдіспен үйретейін. Бірінші нүктені, екінші нүктені бәрібір қайсын алсаң да ала береміз. Содан кейін келесі нүктені соған қарама-қарсы санын қоямыз. Минус болса плюс, плюс болса минусын. 0,167 тең. Бізде неше шығайын деп тұр? 2,108. Сонымен АВ нүктесінің ара қашықтығы 2,108. 2,108. Яғни бұл деген сөз, мына модульдің ішінен шығатын сан 2,108 болуы мүмкін. Немесе минус 2,108 болуы мүмкін. Бұл қалай, неге минус 2,108? Жаңа айттым ғой, екеуінің кез келген біреуін жазып аламыз дедім. Жаңа мен плюсті бірінші жазып,
соған қарама қарсы сандық жаздым. Немесе былай жазуға болады. 0,100-ден минус 0,100-ден 67 жазып, мына келесі санды соған қарама қарсы таңбамен жазамыз. 1-де 41. Сондағы шығып отырған минус 2,108 деген мынаны білдіріп тұр. Мінекей балалар, біздің осы бүгінгі сабағымыз, мінекей 2 сабақ арнап тұрмын осы тақырыпқа. Осы берілген нақты сандарды сан сәулесінде қалай, иррационал сандарды қалай кескіндеуге болады, және нүктелердің ара қашықтығын табуға арналған формуланы пайдалана отырып есептерді шығару жолын көрсеттім. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Біздің келесі сабағымыз квадрат түбірдің қасиеттері деп аталатын керемет, өте қызықты, қажетті тақырып. Ол сабақты жіберіп алмас үшін біздің арнаға тіркеліп, қоңырау шаны басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше.